Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен 1 кило фарштан 80 дана котлет жасаудың жолымен бөлісетін боламын. Барлық қажетті заттарды описание бөліміне толықтай жазып қоятын боламын. Видеода көріп тұрған құрамдарыңыздың барлығын ет тартқыштың көмегімен өткізіп алатын боламыз. Енді оған дәміне қарай тұзын, бұрышын қосып, және 1 дана жұмыртқасын қосып араластырып алатын боламыз. Достар, менің қазақша контентті каналымды қолдап, тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан соң, қолымызбен алып, шарик тәріздес етіп жасайтын боламыз видеодағыдай. Барлығы бірдей көлемде болу үшін өлшеп алсаңыздар да болады. Көз мөлшерімен өлшеп алған болатынмын, 30 граммдай болады бұл жерде. Осы құраммен менде 80 дана котлет шықты. Енді майымызды қыздырып алдын ала бір-бірлеп салып, екі жақ бетін қуырып алатын боламыз. Осындай кішкентай етіп, шарик тәріздес етіп жасайтын болсаңыздар, дастарханыңызда өте әдемі болып көрінетін болады, және жеуге де ыңғайлы. Орташа отта пісіріп, дайын болып қалды. Енді екінші жақ бетін аударып, оны да орташа отта 2-3 минуттың шамасында пісіріп қуырып алатын боламыз. Қуырылған күйінде холодильникке сақтасаңыздар да болады. Асқан мезгілде тағамдарыңыздың үстіне салып бұқтыра қойсаңыздар, керемет болып шығады. Осымен біздің котлеттеріміз дайын болды. Ас болсын баршаңызға.